Дроп болма. Жас өспірімдерге арналған сақтық ережесі. Бірде маған бейтаныс біреу ойыншатына хат жазды. Картаңның нөмірін жазып жібер. Сен арқылы ақша аударсам, пайызын аласың деді ол. Бірақ мұнысы айла еді. Осылайша, мен онлайн ұрланған ақшаны алып беруші дроп бола жаздадым. Қылмыстың мәні мынадай. Хакер біреудің ақшасын жымқырады. Бірақ әшкере болудан қорқып, өз картасына аудара алмайды. Сондықтан арам ақшаны аудару үшін жасөспірім баланың шотын пайдаланады. Соңында алаяқ ізін суытып, ал сен өзіңмен бірге ата-анаңа да зор машақат тауып бересің. Тұзаққа түспеу үшін есіңе сақта. Бөгде адамға өзіңнің және жақындарыңның карта мәліметтерін берме. Бейтаныс адамға жоқ деу ең дұрыс шешім. Күмәнің болса, ата-анаңнан сұра, қорықпа. Олар әрдайым көмекке дайын. Дроп болма. Сенің қауіпсіздігің өз қолыңда. Цифрлық ортада қорғана біл.